Салам достар, бүгін сіздермен бірге тәп-тәтті, ерекше нәзік алмалы бәліш жасайтын боламыз. Тұзымызға жұмыртқа, қант, сары май және де сүтті салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне разрыхлитель мен ұнды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң алманы майдалап төртбұрыш формада тураймыз. Алманы майдалап болған соң, ыдысымызға салып, оны тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Енді бәліштің бетін әрлеу үшін алманы видеодағыдай етіп, жұқалап, әдемілеп кесеміз. Бәлішті әрлеп болған соң қыздырылған пеште 250 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің алмалы бәліш дайын. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын.